Барлықтарыңызға сәлем, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мұса мен Харун пайғамбар. 3 бөлім. Хақ тағала Перғауын мен оған табынушылар иманға келмеген соң ескерту мақсатымен Мысыр еліне қуаңшылық жіберді. Бірақ олар бізді сиқырлау үшін қанша мұғжиза келтірсеңдер де бәрібір саған иман келтірмейміз деп қасарыса түсті. Осыдан бар Мысыр елін сел басты. Бір күні Ніл өзені аяқ астынан тасып қаланы су алып кетті. Мысырлықтар қатты қорқып Мұса пайғамбарға келіп Хақ тағаладан дұға тілеуін өтінді. Егер алда-жалда осыдан дұға қабыл болып, бәрі бұрынғы қалпына келетін болса, бірден иманға келетіндерін айтып сөз берді. Хақ пайғамбар дұға етіп еді, Ніл арнасына түсіп, сахараға жауын жауып, егін мол өнім берді. Алайда кәпірлер осыдан кейін де сөздерінен тайып кетеді. Көп ұзамай Хақ тағала бұл елге шегіртке жібереді. Сансыз шегірткелер бүкіл қаланы басып қана қоймай, егін даласы мен жайылымдарын түгелдей қырып жеп кетеді. Мысыр елі олардың құтылудың жолын таппай шарасыз қалады. Ақыр соңында Мұса пайғамбарға келіп өлердегі сөздерін айтып уағда қылады. Хазірет Мұса тағы да дұға қылып, шегірткелер жоғалады да, кәпір ел тағы да баяғы әніне басады. Мұнан соң Хақ тағала оларға биттерді жібереді. Биттер егін атаулы мен бүкіл бау-бақшаларына құжынап қана қоймай, адамдардың өздеріне шабуылдап, өне бойларына қандалаша қадалды. Халық қанша тырысса да, биттерден құтыла алмай, қайта Мұса пайғамбардың алдына келуге тура келді. Алайда дұға қабыл болып, биттен құтылған кәпір ел қайта әуелгі әуеніне басты. Хақ тағаланың пәлесі мен нәубетінен құтылған жан болған ба бұл дүниеде? Сол пәлекеттің артынша Мысыр еліне құрбақалар қаптады. Құрбақаның кірмеген есігі, ұяламаған төрі қалмады. Олардың құрылдаған дауыстарынан мысырлықтар күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмеді. Ақырында Хазірет Мұсаға тағы да жалынып, жалпайып, пәледен құтқарсаң, иманға келеміз деп ант су ішті. Алайда дұға қабыл болып, пәледен құтылғанда олар тағы да 200-лікке басты. Жаббар ие бұдан соң оларға үлкен азап жіберіп, Ніл өзенін қанға айналдырды. Мысырлықтардың негізгі су көзі осы Ніл еді. Бір күні олар таңертең тұрғанда Ніл өзенінің қып-қызыл қан болып ағып жатқанын көріп, ақыл естерінен айырыла жаздады. Қаладан ішерге бір тамшы су таба алмады. Сол күндері күнде қатты ысып, кәпір ел шөлден қаталап, су іздеп шартарапты шарлады. Құдықтан алған сулары да қанға айналғанын көргенде шарасыз қалды. Бұл тек кәпірлер үшін ғана еді. Алайда Исраилдықтар мұндай нәубетті көрген жоқ. Мысырдың кәпір халқының төбесіне төнген осы пәлекеттер шамамен 10 жыл бойы бірінен соң бірі айналып келіп тұрды. Әр пәлекет келгенде Хазірет Мұсаға жалынып, пәлекет кетісімен уәдеден тайып тұрды. Әрі Исраилдықтардың да Мұса пайғамбармен бірге елден кетулеріне рұқсат бермеді. Исраил халқының Мысырдан көшуі. Перғауын мен оған ерген халықтың бұдан бұлай иманға келмейтінін білген Хазірет Мұсаға Хақ тағаладан халқын түнделетіп, Мысырдан көшіріп әкету туралы уахи келді. Алайда әскерін ерткен Перғауынның арттарынан өкшелеп қуатын, бірақ бұларға еш нәрсе істей алмайтындығын ескертті. Хақ пайғамбар бір түнде Исраил халқын қаладан жасырын түрде ертіп шығып, Қызыл теңізді бетке алып қашты. Көп ұзамай олардың кеткенін хабар алған Перғауын да әскерін жинап арттарына түсті. Бұл кезде Хазірет Мұса мен халқы қаладан ұзап кеткен болады. Әйтсе де Перғауынның оларды қуып жетуге шамасы әлі де болса жеткілікті еді. Өйткені ол сақадай сайланған әскерлерімен шықса, Исраилдықтар бала-шаға, жас, кәрімен мал-мүлкін алып ілбіріп бара жатты. Хазірет Мұса Қызыл теңізге жақындағанда, арттарынан қуған Перғауынның қалың қолы мен мұндалап көрінді. Олардың аяғынан шыққан қоюшаң, қара құйындай яки төніп келе жатқан жауар бұлттай қорқынышты көрінді. Қатты қорққан Исраил халқы Хақ пайғамбарға: «Қақпанға өзіміз келіп түстік. Өз көрін өзі қазды деген осы емес пе? Алдымыз мынау Қызыл теңіз. Артымызда өкшелеп қуып құмырсқаша қаптап келе жатқан Перғауынның қалың қолы. Енді қайттық» деп қатты састы. Аса сабырлы Хақ пайғамбарды халқының бұл сөзі де, Перғауынның қалың қолы да титтей сескендіре алмады.
Қайта хақ тағалаға деген сенімі бұрынғыдан бетер арта түсіп, жоқ, әсте олай емес. Расында Раббым менімен бірге. Ендеше зәрредей алаңдаушы болмаңдар. Маған сөзсіз жол көрсетеді. Шығара сүресі 62 аятта делінген. Алдында асаудай толқындаған шет-шегі жоқ теңіз тұрса да, артында көптігінен жер қайысқан Перғауынның зұлым әскері келе жатса да, үмітін үзбеді. Хақ тағалаға терең тәуекел ету пайғамбарларға ғана тән қасиет. Әне-міне дегенше болған жоқ, Перғауын әскерлері ат шаптырым жерге келіп те қалды. Сол сәтте хақ тағаладан Хазірет Мұсаға аса таяғыңмен теңізді ұр деген уақи келді. Шығара сүресі 63 аят. Мұса пайғамбар аса таяғымен теңізді ұрған кезде асау толқын ортасынан қақ жарылып, даңғыл жол ашылды. Исраил халқы сол жолмен дереу суыт жүріп, теңіздің арты бетіне өте шықты. Осы кезде Перғауын да, оның әскері де теңіздің таудай толқындай құдіретше жол ашып тұрғанын көріп, оның мұғжиза екеніне көзі жетсе де, сол теңізден ашылған жолмен оларды өкшелеп қуа берді. Исраил халқы түгелдей жағалауға шыққанда, бұлар да оқ бойы жақындап қалған болатын. Бір кезде хақ тағаланың әмірімен теңіз қайта жабыла қалды. Перғауын мен оның әскері теңізде кеменің күйреген тақтайларындай әр жерден бір көрініп, өлім құшағына еніп бара жатты. Көп ұзамай теңіз баяғы қалпына келді. Перғауын теңіз жолымен жүріп келе жатқанда, екі жағында асқар таудай болып толқып теңіздер тұрған еді. Ол іштей қатты қорқса да, әскерінің алдында беделі түсіп, өзінің пенде екендігін көрсетіп алатын болғандықтан, амалсыз кері қайта алмай осы жолға түскен тұғын. Перғауын залым болса да, ақымақ, санасыз адам емес еді. Ол санасыз болса, елін басқара алмайтын еді. Сондықтан Хазірет Мұсаның хақ пайғамбар екендігін жақсы білетін. Әсіресе сиқыршылардың аяқ қолын бір-бірлеп кесіп, азаптап өлтірсе де, олардың қыңқ етпей жан үзуі және сүйген жары Асияның азаптап көз аша алмай өліп бара жатып күлімсіреуі бұған қатты әсер еткен еді. Өзінің немере ағасының да иман келтіргенін сезетін. Бірақ өзі иман келтірейін десе, өз тағынан да, бағынан да айырылып қаламын ба деп қатты қорқатын. Өйткені ол елге тәңірмін деп құйқалану арқылы ләззат алатын. Һәм Исраил халқы оның құлақ кесті құлдары еді. Ендігі келіп, бір кездері суға ағып бара жатып, өз адамдары арқылы сарайға әкелінген Исраилдық бір баланың артынан еру бұл үшін өлімнен де өткен қорлық еді. Шайтан оның осы осал жерінен мықтап ұстағандықтан, ол ақтық деміне дейін нәпсісін жеңе алмады. Осындай ойлар санасында сапырылысып жатқанда, бір кезде артындағы мыңдаған әскерінің құлақ тұндыра шыңғырған жан дауыстары оны селк еткізді. Ол әу баста не болғанын білмей аспанға қарап еді. Таудай екі теңіздің өзіне қарай құлдилап құлап келе жатқанын көріп қалды. Ол сонда ғана өлетініне көзі анық жетті. Осы уақытқа дейін бойындағы өзін алдап келген нәпсісі ғайып болды да, ақылшы шайтаны аяқ астынан жоғалып кетті. Ол сол сәтте дереу сәждеге жығылып, Исраил ұрпақтары иман келтірген тәңірден басқа тәңір жоқтығына иман келтірдім. Мен де бойсынушылардан болдым деп өзінің мұсылман болғандығын жариялайды. Алайда шыбын жан шығар сәтте тілін калимаға келтіру иман келтіргенге жатпайды. Оның үстіне Перғауынның аятта айтылған сөздеріне зер салып қарасаңыз, оның шынайы мұсылман болғаны нақты білінбейді. Ол Исраил ұрпақтары иман келтірген тәңір дейді. Бұл Исраил ұрпақтарының ішіндегі қай Исраилдарды меңзеген. Өйткені Исраил ұрпақтарының ішінде хақ тағалаға иман келтірген де, одан өзге бұзауға яки басқаға табынғандар да бар еді. Иман келтіргендерінің өзі хақ тағалаға дұрыс сенбейтін. Тұп-тура иман келтіру деп Перғауын сиқыршыларының иман келтіруін айтуға болады. Олар кезінде сәждеге жығылып, әлемдердің Раббына иман келтірдік, Мұса мен Харунның Раббына деген еді. Бұл жерде олар біріншіден әлемдердің Раббы деп күллі ғаламзатты жаратқан жаратушыны айтып тұр. Екіншіден Мұса мен Харунның Раббы дейді. Яғни ол екеуінің пайғамбарлығын мойындаумен бірге соларды жіберген жалғыз жаратқанға иман келтіріп тұр. Үшіншіден, Исраилдықтар секілді емес, Мұса мен Харун қалай сенсе, біз де солай сендік. Ақида сенімдерін дұрыстығын меңзеген.
Мінекей, бұл жерде сиқыршылардың иманы осы тұрғыдан ең мықты терең иман болатын. Оларды суға тұншықтырса да, отқа күйдірсе де, алған бетінен қайтпайтындары осы сөздерінен белгілі. Хақ тағала сенен кейінгілерге үлгі болу үшін денеңді жансыз түрде құтқарамыз. Жүніс сүресі 92 аятта деп мысырлық перғауынның денесін кейінгі ұрпаққа ғибрат ретінде сақтады. Құранда Аллах тағала кімде-кім тозаңның түйірінің салмағындай жақсылық жасаса, ол оны көреді дегендей, перғауынның осы жарамсыз кәлимасы мен сәждесінің өзін 10 қадам кішігірім жақсы амал ретінде бағалап, оның жан қалауын береді. Яғни оның денесін қияметке дейін шіртпей сақтайды. Өйткені перғауындар мәңгі жоқ болып кетуден қорыққан. Өлген соң денелерін мумиялатып, пирамидада сақтауы да сондықтан еді. Перғауын теңізде өлгенде, Хақ тағала оның зорлықпен болса да тілмен айтқан иманының құрметіне сай осы тілегін қабыл алып, оның денесін ғасырлар бойы теңіз астында мумиясыз-ақ сақтайды. Кейіннен еуропалық ғалымдар осы перғауынның мумиясын теңіз жағалауын қазып жүріп тауып алады. Перғауын сол сәждеге басын қойған күйінде тұрады. Ғалымдар зерттей келе табылған адамның денесі сол перғауынның заманына сәйкес келетіндігін анықтап, қатты таңырқайды. Өйткені оның денесі сол күйінде шірімей сақталған болатын. Олар қанша зерттегенмен ғасырлар бойы мумияланбаған адам денесінің қалай шірімей келгеніне саналары жетпеді. Теңізге батқан перғауынның денесін көп ұзамай теңіз толқыны жағалауға шығарып тастайды. Израиль ұлдары бұл перғауынның жансыз денесін өз көздерімен көреді. Қазіргі таңда Лондонда танымал Британия мұражайында мумиялар бөлімі бар. Мұнда әлгі перғауынның сәждеде жатқан денесі халықтың назарын өзіне аудармай қоймайды. Бұл денені ағылшын зерттеушілері құм астынан тауып алып, Британия мұражайына қойған. Дене дін аман, дене мүшелері мен ішкі ағзалары түгел, тіпті сарғыш шаштары мен сақалдарына дейін сақталған. Тағы бір таңқаларлығы, дене мумияланбаған. Әдетте мумияланатын дененің ішкі ағзалары алынып, арнайы бальзамданады. Ал мына денеге ешкімнің қолы тимеген. Бұл денені көрген адам 30 ғасыр бойы шірімей қалай сақталған деп ойланбауы, ғибрат алмауы мүмкін емес. Тақтайшаға бұл баяғы заманның біздің дәуірімізге дейін бальзамсыз бұзылмай жеткен бірден-бір мәйіт. Оның сан ғасыр бойы бальзамсыз сақталу сыры, мәйіт құм астында қалған кезінде ылғал мол болған. Құмдағы ылғалдың кебуі мәйіттің бойындағы судың да сорғуына жағдай жасаған. Құмның бірте-бірте кебуі нәтижесінде перғауынның денесі де бабымен сүрлене бастаған. Осы үрдістер нәтижесінде бұл дененің бүлінбей сақталуына жақсы жағдай туған деп жазылыпты. Алайда бұл жорамал ғана. Бұл жорамалда дұрыс та бар, бұрыс та бар. Анығында бұл тек Құранның мұғжизасы, әрі оның ақиқат кітап екеніне бірден-бір дәлел. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.